Қайырлы күн, құрметті желі оқырмандары және көрермендер. Сіздердің назарларыңызға Шәкәрім Құдайбердіұлының «Бай мен кедей» атты өлеңнің астарында үлкен мән мағына жатқанын сіздермен бөліссем деймін. Егер YouTube телеарнасынан көріп отырған болсаңыз, сізге осы пост ұнаған болса, міндетті түрде пікір қалдырыңыз. Адам баласының өмірдегі арманы біткен бар. Әркім өз алдына мақсат қойып, неше түрлі нәрсені армандайды. Біреу мансапқа жетсем дейді, енді біреу атақ даңқты арман етеді. Көп адамның ішіндегі әркімнің қол жеткізсем, немесе құтылсам деген екі нәрсе бар. Ол бай болу, не болмаса кедейліктің шеңберінен шығу. Өмірдің қадіріне жете алмасаң, бай болсаң да, кедей болсаң да бақытсыз боласың. Ал егер сол екеуінде Алладан келген сынақ, не тағдыр деп түсінген адамға, екеуі де жақсылыққа айналады. Жүрегімізде байлыққа деген махаббат, кедейлікке деген қорқыныш орын алса, келген қасірет сол болмақ. Шындығына келсек, кедей болу намыс емес. Керісінше, мұсылман болған кедейге Алланың рахметі мол. Ал бай болу қарғыс емес. Керісінше, жомарт болған байлардың екі дүниеде де алатын үлесі мол. Байлық деген жақсы екені елге мәлім. Анық байлық денеге біткен өнер. Білім діннің бәрі де соған төнер. Арам жиып мақтанған дәулет емес. Алдымызда бір күн бар, есеп берер. Ендеше құрметті оқырман, жүрегімізге мейірім ұялатып, айналамыздағы адамдарға әрқашан, әр уақытта жылы күндерімізді, шуақты жүздерімізді шашып отырайық. Келесі ютубта кездескенше.